Muhtakan, tamamdır. Muhtakan, tamamdır. İyi muhtakan, iyi çakıvatım var. İşte bizim beni. Hay kalavatım bu. Hadi. Anlap, bugün mektepke çaktın mı? Kayta barasın mı? Testara dayılıkka. İyi muhtakan. Sen aytamayın, ben tokut sen telefondan basın almayı tutun. Öyle, kuş, bugün de. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дін және мәдениет деп аталған сабағымызда ислам дініндегі сыртқы көрініс пен ішкі адамның адамгершілігі туралы сөйлесетін боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын оқушылар сіздерге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Қалай ойлайсыздар, жалпы қазіргі таңдағы сыртқы көрініс туралы не айтар едіңіздер? Апай, меніңше кім дінді ұстанса, ол қара киім киіп, тұмшаланып жүру керек, әйтпесе ол дінге қарсы болады. Пікірлеріңіз үшін рахмет. Исламда оқушылар мұқият болып тыңдаңыздар. Исламда сол сыртқы көрініс маңызды емес. Ең бастысы біздің сыртқы көрінісіміз, яғни киіміміз қарапайым болу керек та. Тағы да әуре жерлерге жабық болу керек, көз тартарлықтай болмау керек. Ең бастысы қандай болу керек? Қарапайым. Жоқ апай, меніңше діндар адам қысқа балақпен, қара киіммен тұмшаланып жүру керек. Қысқа балақ бұл тазалықтың белгісі. Меніңше ақиқат жолы осыған. Мұхтархан, сенің ойымен де келсем, бірақ қара киім киіп тұмшаланып жүру ол міндет емес. Жалпы әр халықтың, әр елдің әр салт дәстүрі әртүрлі болуы мүмкін да балалар. Ең бастысы қандай елдің ең бастысы мақсаты ол намысты қорғау балалар. Ислам дінінде ең негізгі біздің сыртқы көрініс осы. Түсінікті ма балалар? Оқушылар, сабақ аяқталды. Мұхтархан, сен маған жауап бере қойшы. Мұхтархан, тасташы телефонды, мен сені сөйлесіп отырмын ғой. Тасташы телефонды, тасташы. Саған не болған? Өзіңмен өзің сабаққа құйып алып тұрасың, сабаққа мүлде қатыспайсың, үнемі пікірге қарсы шығасың, байқаймын достарыңды да баспайсың, кеше ата-анаңмен кикілжіңге келіп жатсың, оны да байқадым. Не болды саған? Жоқ апай, мен тек кейбір нәрселерге көзім ашылып, бұл дүниеде тек Алла ғана маңызды, қалғанының бәрі бос әурешілік. Мұхтархан, Алланы ең бірінші қоюың ол әрине дұрыс. Бірақ мынандай дұрыс емес пікірлердің барлығын қайдан естіп жүрсің? Сен бұрын ондай болған жоқсың ғой. Бұның бәрін қайдан білдің? Мен әлеуметтік желілерден білгенім бойынша, ең алдымен бірінші орында Алла тұрғаны керек. Қалғанының барлығы бос әурешілік, олармен шұғылданбау да керек. Жақсы. Мұхтархан, жақсы. Ойларыңды түсіндім сенің. Бірақ бізде деген оқығанда, күнделікті өмірде айтып жатамыз ғой біз деген. Жалпы дін ол бөлінуге емес, Мұхтархан, ол қоғамға пайда келтіруге айналысады. Достармен бірге өмір сүруге айналысады. Ата-анаға жақсылық жасаумен айналыспаймыз ба? Не зат ма Мұхтархан сенікі? Онда не апай, білім алу, еңбек етуде дінге жата ма? Жақсы Мұхтархан, мен сенің жалпы ойыңды түсініп отырмын. Мұхтархан, сен ауылымызда жоқ маман Мұстафа Зейнұлының келіп жатқан білесің бе? Естідің ба, иә? Мен де жақында естіген болатын. Жалпы ол кісі осы дін жағынан өте білікті маман деп естіген болатын. Ыңғайыңды келтіріп, сен сол кісіге барып кеңес алшы. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Уағалейкумассалам, қош келдің, отыра ғой. Аға, мен интернеттен, әлеуметтік желілерден, белгілі бір ұстаздардан діни білім алып жүредім. Сол білімім менің отбасыма, мектептегі ұстаздарыма, тіпті ортамдағы достарыма түрлі кикілжіңдер, проблемалар туғызуда. Сол сізден өзіңізден сол білімім дұрыс па, діни білімім, сізден өзіңізден ақыл сұрайын деп келген. Жақсы Мұхтархан, сұрағыңды, мәселеңді түсіндім. Бұл мәселеде діни маманға жүгініп осылай келгенің өте дұрыс болды. Енді діни білім деп жатсың ғой. Бұл діни білімді арнайы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы рұқсат еткен сайттардан және сол рұқсат еткен ұстаздардан ғана алғаның жөн болады. Себебі бұдан тыс болған танымайтын адамдардан білім алу, оларды мысалы өзге ағымдық өздерінің бірлестіктеріне, ұйымдарына қосып алу әбден мүмкін сені. Себебі оларда сенің миыңды улау арқылы, уағыздау арқылы ата-анаңа, достарыңа қарсы шыққаннан бөлек өздерінің мақсаттарына сай билікке де қарсы шығуға апару мүмкін. Және бұның түбі сенің болашағыңды құртады. Бұның түбі сенің болашағыңды құртып, өзің секілді жастарды құртып жатқан осындай мәселелер бар. Сол себепті тек қана дұрыс болған бағыттағы
мемлекетimiz қолдаған дұрыс адамдардан, дұрыс ұстаздардан вағыз естіп, солардың сайттарынан білім алғаным өте жөн болады. Жақсы аға, рахмет. Енді осы діни білім, ілімді мәселелерді сол өзіңізден алсам қалай болады, қарсы болмайсыз ба? Жоқ, әрине қарсы емеспін. Қолдаймын сені. Діни білімді барынша өзіме бөлісуге тырысамын. Маған келіп тұр, есігім ашық, әрдайым. Аман бол. Жақсы, рахмет.